Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Өмірзаковна, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының номер 7 орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 2 сыныптың 33 сабағы балалық шақ мейрамы тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың құндылығы жалпы адамзаттық құндылық. Сабағымыздың қасиеттері сыйластық, құрметтеу, ақкөңілділік. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға жалпы адамзаттық құндылықтарды өмірлік бағдар ретінде ұғындыра отырып, оның өмірдегі үйлесімділік пен әсемдіктің негізі екенін түсіндіру. Сабағымыздың міндеттері оқушыларға өмірдегі үйлесімділік пен әсемдіктің мәнін жалпы адамзаттық құндылықтармен байланыстыра отырып түсіндіру. Оқушыларды дұрыс ой, жақсы сөз, жақсы іс жасау дағдыларын дамыту. Оқушыларды қоршаған ортаны құрметтей отырып, сыйластыққа, ақкөңілділікке тәрбиелеу. Ендеше сабағымызды 5Т ережесін еске түсіруден бастайық. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық болатын болса балалар, сабағымыз ойдағыдай өтеді. Ендеше жағымды көңіл күйге келейік балалар. Алуға зейін қоямыз. Сіздерден аяқ-қолдарыңызды айқастырмай отыруыңызды өтінемін. Біз қазір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біз тынығамыз. Ауаны ішке жұту кезінде тыныштық пен қуанышты қабылдаймыз. Демді сыртқа шығарған кезде өзіміздегі мазасыздықты сыртқа шығарамыз. Кәне дайындалайық балалар. Көзімізді жұмамыз, арқамызды тіктейміз, қолдарымды тізеге қоюға болады. Тынысты ішке тартамыз, тынысты сыртқа шығарамыз. Осылай 9-10 рет жаттығу жасаймыз балалар. Жағымды көңіл күйге келіп болсақ, ендеше балалар, сабағымыздың дәйек сөзін жазайық. Менімен бірге бір қайталап танысып алайық. Өзіңе тілемегенді өзгеге тілеме деген екен халық нақылы. Бұл нақыл сөзді қалай түсінесіздер балалар? Балалар, мен сіздерге мұғалім сыйы ретінде адал дос видеоролигін қосып бергім келіп отыр. Ендеше қараңыздар. Сахарада сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай ерегесіп қалады. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемейді. Бірақ құм бетіне Азамат бүгін менің жан досым кеудемнен итерді деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп ұзамай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскені сол-ақ екен, Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалма-жан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Бір ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тас қойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек, алғашқы ісіңді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші деп сұрайды. Сонда Азамат, бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл, борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды деген екен ақылды бала Азамат. Жарайсыздар балалар. Сіздерге бұл видеоролик ұнады ма?
Ендеше осы видеороликке байланысты сіздерге сұрақтар қойғым келіп отыр. Азамат не деп жазды? Одан әрі олар қайда барды? Азаматтың аяғына не оралып қалды? Және де Азаматты кім құтқарды? Азамат қандай бала? Бұл сұрақтардың жауаптарын ойланып, балдар, ойларымызда түйеміз. Келесі шығармашылық жұмыс. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, 74-ші беттегі номері 1-ші тапсырманы орындау. 1-ші тапсырмада осы оқу жылында өміріңде болған қуанышты күндер мен жақсылықтарды жаз дейді. Ендеше балалар, дәптерімізге өмірімізде болған қуанышты күндер мен жақсылықтарды жазайық. Келесі топпен ән айту. Бала тілегі.